Малайзияда балаларға 18 жасқа дейін пособие төлене ме? Көп балалы семья неше баладан басталады? Негізгі қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін қанша ақша күн көріске жеткілікті болып саналады? Менің атым Мәншүк Орынғали, мен өзім Малайзияда тұрамын. Бұл канал не көрдім, не түсіндім. Малайзияда балаларға 18 жасқа дейін пособие деген нәрсе мүлдем жоқ. Бұл елде халық аз емес, жеткілікті, 33 миллион, және жері кішкентай. Егер жанұяда 6 бала болса, үлкен жанұя болып саналады, яғни көп балалы жанұя. Егер сізде 5 немесе одан аз бала болса, бұл қалыпты деп саналады. Малайзияда әрбір жылдың қазан айында үкімет келесі жылдың бюджетін халыққа жариялайды. Егер де көп балалы жанұяларға көмек көрсетеміз деп айтатын болса, сол өздері айтқан веб-сайтқа кіріп, өзіңіз туралы мағлұматты толтырып қалдырасыз. Бірақ бұл тек сол жаңа жылға арналған бағдарлама, мәңгілікке емес. Мынандай бағдарлама бар екен: егер жанұя 250 мың теңгеден төмен жалақы алса және 5 баласы болса, үкімет оларға көмек ретінде тек қана 250 мың теңгені жылына 2 рет қана төлейді екен. Болды. Егер сіз жалғыз басты ана, жалғыз басты әке болсаңыз және сіздің жалақыңыз аз болса, үкімет көмек ретінде 50 мың теңге ай сайын төлейді. Бірақ сіз жыл сайын документтеріңізді тапсырып, сіздің қанша жалақы алатыныңызды тексеріп отырады екен. Яғни бұл барлығына берілмейді. Қазіргі ресми статистика бойынша жалғыз бастылардың ең төменгі күнкөріс деңгейі 270 мың теңге екен. Ал ерлі зайыптылар үшін 450 мың теңге. Ал 2 баласы бар ерлі зайыптылар үшін 650 мың теңгені құрайды екен. Бұл негізгі қажеттіліктерді қанағаттандыруға ғана. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Егер Малайзияға келіп білім аламын деген мақсатыңыз болса, менімен тікелей Instagram бетшесі арқылы, почта арқылы хабарласып, консультацияма жазыла аласыздар.